Сіз уақытыңызды сүйген адамыңызға сыйлағаныңыз, соған арнайы уақыт бөлгеніңіз, бұл махаббатыңыздың белгісі. Бұл ол кісіге деген махаббатыңыздың, ол кісіге деген көңіліңіздің бар екендігінің белгісі. Ал егер көп адамдар, әсіресе ер азаматтар, содан байқаймын, үйіне келеді, жұмыстан шаршап келдім, қойшы шайын бершілер, болды, ұйықтаймын, маған үйтпеңдерші, сөйтпеңдерші. Сізден оның тапқан, сіздің тауып келген, шаршаған дүниеңіз керек жоқ жанұяңызға. Бір тиынға да керек жоқ оның бәрі. Адам кедей болып та өмір сүрген. Бұдан кейін де өмір сүреді. Тас кедей болып та, ашаршылықта да өмір сүрді адамдар. Соғыста да өмір сүрді. Бірақ сіз бен бізді байлайтын жан жылулық. Сіз үйге келдіңіз ба? Балаңызға, әйеліңізге уақыт бөліңіз.